Сәлем достар, бүгін өте дәмді әрі қолжетімді заттардан дайындалатын, сондай әдемі шоколадты пирог дайындайтын боламыз. Бұл пирог жұмсақ әрі нәп-нәзік болып шығады, міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Ол үшін қажетті заттар видеода көрсетілген және де описаниеде жазып көрсететін боламын. Бұл пирогтың ерекшелігі весыйды қажет етпейді, барлығы стаканмен және қасықпен өлшенеді. Ең алдымен таза ыдысқа жұмыртқаны саламыз және де ванилинді қосып, екеуі жақсылап көпіргенге дейін миксермен араластырамыз, яғни жұмыртқа көпіруі қажет. Содан соң оған қантты қосамыз. Қантты осылай 2-3 бөлікке бөліп қоссаңыз болады. Яғни бірден емес, бөліп қосу қажет. Барлық қантты қосқаннан кейін тағы да жақсылап оларды миксермен араластырамыз. Содан соң оған сүтті қосамыз да тағы да бір рет миксермен араластырып аламыз. Содан соң сұйық майды қосып, оны да 1-2 минут бойы араластырамыз. Содан соң бөлек ыдысқа ұн, какао және де қамыр қопсытқыштың үшеуін бірге араластырып алуымыз қажет. Яғни мен осылай барлығын ситыға салдым және де үшеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан соң дайын құрғақ массаны сұйық массаға қосуымыз қажет. Оны 2-ге бөліп қоссаңыз болады, яғни әуелі жартысын електен өткізе отырып қосып аламыз. Содан соң миксермен бір рет араластырып аламыз. Және кейін қалған жарты ұнды қосып, оны да миксермен осылай бір рет араластырып алуымыз қажет. Мінекей пирогқа арналған массамыз дайын болды. Оның қоюлығы осындай болуы қажет. Енді осы пирогты пісіретін форманы дайындаймыз. Ол үшін мен секілді осындай квадратты форма алсаңыз болады, немесе диаметрі 24 сантиметрлік дөңгелек формада да пісіріп алсаңыз болады. Формаға массаны құйып, оны 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут бойы пісіреміз. Мінекей пирог дайын болды. Оның піскенін осындай ағаш шпажкамен тексеріп алсаңыз болады. Содан соң пирогты формасынан осылай босатамыз жан-жағын пышақпен. Және де толық суытып алуымыз қажет. Яғни форманы алып тастап, астындағы фольгаға қойып, толық суытып аламыз. Пирог суығанға дейін оның бетіне жағатын глазур дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 ас қасық какао және де 6 ас қасық қант қажет. Осы екеуін темір ыдысқа салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және содан кейін 9 ас қасық қайнаған ыстық су құямыз. Және де оны газге баяу отқа қойып, біркелкі болғанға дейін барлығын жақсылап тұрып араластырып тұрамыз. Мінекей глазур дайын болды. Суып тұрған пирогымызды подложкаға немесе тарелкаға қойып, орналастырып аламыз. Содан соң дайын глазурды оның үстіне осылай араластырып тұрып, барлық жеріне құюымыз қажет. Пирогтың бетін тегістеп, осылай әдемі етіп жағып шығамыз. Пирогымыз дайын болды. Оның бетіне қалауыңызша сәндесеңіз болады. Әртүрлі жемістер, немесе жидектер, немесе посыпка, кокос, әртүрлі өзіңіздің фантазияңызға байланысты заттарды қолданып әдемілесеңіз болады. Маған осылай ұнады, сол себепті алып тек осылай турай қойдым. Сіздерге видео ұнады әрі түсінікті деген ойдамын. Міндетті түрде бәріңізге дайындауға кеңес беремін. Пирог өте дәмді болып шығады. Баршаңызға сәттілік!